жиһазға тапсырыс береміз, келмейді, ақшамыз далаға кетеді, нерв боламыз, уайымдаймыз. Мұндай жағдайда не істеу керек? Қазір айтамын, тыңдаңыздар. Біріншіден, оларға сеніп жүре бермеңіздер. Күнде өтірік уәдеге тойып бітсеңіздер, дереу сот арқылы өндіруге көшу керек. Сот арқылы өндіруге көшудің өзі 2 сатыдан тұрады. Бірінші, оларға шағым жазамыз. Одан болмаса, бұл сотқа дейін тәртіпте жұмыста жүргізу. Өзіне шағым жазамыз, тұтынушылар құқығын қорғау шеңберінде. Одан кейін тұтынушылар құқығын қорғау органдарына жазамыз. Мұна нәтиже болмайтын болса, онда сотқа арыз жазамыз. Сонымен сотқа дейін тәртіпте жұмыста жүргізіп, одан кейін сотқа арыз тапсырамыз. Міне осы кезде моральдық шығынды, қосымша заңда айыпақы деген болады. Соны өндіріп алуға әрекет жасаймыз. Біздің қолымызда келісімшарттың болғаны жақсы, егер болмаса да келісімшарт жоқ екен, немесе квитанциям жоқ екен деп қапа болмаңыздар, қам жемеңіздер. Соның өзінде де құқық қорғауға әрекет жасауға болады. Егер де сіздерде осындай мәселе туындайтын болса, мінекей осы кеңесті алып, осы әрекеттерді жасауға болады. Ал егер де мұны жасау сіздерге қиындық туғызатын болса, мынау компанияны білесіздер, бізге жазасыздар.